Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде бір керемет ойын интернет кафе симулятор 2. Бұл ойында достар біздер интернет кафенің, яғни қысқаша айтқанда компьютер клубтың иесі боламыз, и соны біздер продвигать етуіміз керек. Интернет, SMM жағын, таргет жағын, адамдарды қалай алып келу керек ол жерге. Соның барлығын біздер осы видеода көрсетуге тырысамыз. Достар, сіздерге маңыз жаңалық. Менің арнамды 51 ғана пайыз адам жазылып көреді екен. Қалғандардың бәрі просто кіріп, шығып, қарап, лайк басып, дизлайк басып, енді сөйтіп кетіп қалады екен. Сондықтан достар, егер де менің арнамды көрсеңіздер, онда міндетті түрде жазылыңыздар, 51%-ды жеткізейік. Хотя бы 100 демей ақ қойын, но 70%-ға дейін жеткізейік с подписки қарайтын адамдарды. И сосын біздер интересныйға шығып, бүкіл YouTube-тың трендтерінде болайық. Ал біздер кеттік. Менің бизнесімнің аты қалай болады? PLB деп қойын ба? Да. WASD прыжок Space. Адам болып шығады екенбіз. Давайте. А бұл кім? Жена. Боевой дух 25. Оказывается, когда боевой дух 100-ге жеткен кезде сен миың жетті уже. Сделать ребенка? Хорошая идея. Біздерге так, лифт. Так, не тез ашылмайсың. Так, бізге бірінші этажға бару керек шығар, да? Так, тез аш. Так, опа, адамдар жүгіріп жүр. Ит бар бізде, ит бар. Алапис ит бар, алапис ит. Мынау вот на стиле, чисто на стиле қазірге. Менің үйім мынау. Майнер кафе. Ваше интернет кафе? Ваше интернет... Уже менде бар ма? Мен ойладым ғой, менде жоқ шығар деп. Оказывается, менде бар екен ғой. Бәрі качаться етеді бәрі. Платить. Я знаю все, что происходит в этом городе, чувак. Вы владелец нового интернет-кафе. Они разбили человека, который работал в кафе до тебя. Мужик, если бы он со мной ладил, этого бы с ним не случилось. Если ты хочешь построить в этом городе буровую установку для майнинга биткоинов, ты должен сначала заплатить мне лицензионные деньги, сынок. Не бастырып түсің. Бұррайын ба? Бас бар, Кет. Тебе көмейді, кетші. В общем, біздің бизнес интернет кафеміз. Достар, қазір сіздер кім? Брат, динозавр болып кетіп батқан ес? Пожалуйста, кетші, мен мына жерде адамдарға таныстырып атын. Менің жаңа бизнесімді. Сен маған қазір мешать етіп атсың. Не болды бәріңе қарап, закрыто деп тұр ғой, закрыто. Пожалуйста, чуть-чуть отодвиньтесь, мен түсіндіріп жіберейін адамдарға. Достар, бұл менің жаңа компьютерный клубым. Конечно, пока что бардак болып атқан шығар сіздер үшін, бірақ та біз алдыңғы біздің келесі бөлімдерге дейін бұның үшін максимально үлкейтуге болады, әрине постройка жасауға болады бұл жерде де. Так, электричество отключено дейді. Біз электричествоны қосайық. Захвати швабру и убери свой кафе дейді. Опа, мусор, иди. Но кім басқан мына жерде маған дейді, түнде, может түнде ұрылар. Кстати, бұл жақта ұрылар да бәрі де бар, сондықтан андай компьютерге біреу ақша төлемей кетсе, артынан барып шепл беруге. Так, бірінші біздер әрине любой жерге келген кезде уборкадан бастаймыз, сосын аластаймыз. Брас. Так, бірінші компьютеріміз да, типа, хорошо. Так, айналдырайық, Q. Опа, менің столыма ұқсайды екен, бірақ менікі чуть үлкендеу. Пока что давайте на жерге қойық та, чтобы ему біртүрлі болмау үшін. На жерде тұратсыншы. Так, взять предмет. Ой. Бак. Қалай шығам мен? Бакқа кіріп кеттім мен, прикинь. Ал, қалай түсем ал. Купите компьютерный корпус, монитор, клавиатуру и мышь дейді ғой. Жақсы. Компьютеріміз бар біздің. Компьютердің ішінде компьютерде отырып, прикиньте. Компьютердің ішінде компьютерде, и компьютердің ішінде, оның ішіндегі компьютерде отырып. Бізде қанша 2000 ғана доллар бар да? Дұрыс, 2000 доллар, это дұрыс бизнес бастауға жақсы замазор. Амазон не тұр ғой. Опа, міне яқта екен. Так, бұны үлкейтуге ма? Чуть-чуть. Болмайды. Хорошо. Біреу, екеуін алдым. Қанша доллар болды? 1100. Все, 1100 доллар болды бізде. Бізде 870 қана доллар қалды. Біздер қазір компьютерді орнатып, содан кейін компьютер клубты ашуға дайындаламыз. Мәссаған қараңдар. Ішке бәрін апарамыз. Бізге уже андай доставканың өзі немен келеді, прикиньте, түйемен. Не деген? Мыналар ұрлап кетуі мүмкін. Вот чем проблема. Кет клиенттермен біздер сыпайы түрде сөйлесеміз. Сондықтан қазір біздің верблюд кесін, түйеміз кесін. Түйе қайда? Мынау кетпесен қазір мен ұрқып құлатам деймін. Кетші деймін. Так, ЛТД, давай, рахмет. Опа, біздің бірінші. Мен айтпақшы не алмаппын ғой, стул компьютерный. Поэтому біз не істей алмаймыз. Біз пока что ақшам жетпейді. Оның ең арзаны қымбат тұрады. Ассаламағалейкум.
Ай, привет. Эй! Вы отключились? В смысле? Так, бірінші заказ. Опа, міне келіп тұр. Запросы. Сіз миссияның обучающий жолын өттіңіз. Енді можете смело ойнауға болатын. Так, все. Так, Кирсофт, заказы, компьютер. Так, ақша. Опа, ақшаны былай алады екенсің ғой. Опа, $4. Это уже хорошо. Так, тағы бір компьютер қою керек бізге. Мынаумен біз бизнес жай жүреді. Бита бар екен ғой, неге қорықпаймын? Чё там, бейбина? Мен компьютерді алмақпын ғой. Так, пока мына жерге қоя тұрайық. Я не знаю, крипто. Так, адам келіп бізге. Адамды кіргізіп жіберейік пока. 30 минут дейді. 30 минут аз ғой. Аха. $34 тастап кетті уже. Прикиньте, достар, біздер нормально бизнес жасап жатырық. Движение жасап жатырық, ағайын. Движение. Если придут более красивые әдемі қыздар келсе, оценкасын көбейтемін дейді. Хорошо. Так, да. Безограничный. Мен вообще андай безогранично алатындар жақсы көремін, потому что олар отыра беруде мүмкін да. Иногда ұзақ отырады, иногда, конечно, аз отырады. Бірақ сонда да ұзақ отырса вообще тема болады. $1100, мына $488, мына $328 алу керек. Так, осымен жетеді деген ойдамын. Егер осыдан так не қарап жатқан бар еш қасына? Не қарап жатқан қарайық бар. Еще мусорить етіп кетеді, Сталдың ба бәлем. Бізде болмайды негізі қарауға. Менің аяқ киім болып тұр ғой анау. Мында астын тазалап қойып, бетін тазалап жүрейін. Так, экран тазалап жүрейін, брат. Күте тұр кішкене, компьютер тазалап жүрейін. Аха, экран тазалап жүрейін. Так, екі компьютеріміз біздің дайын. Прикиньте, уже біздер дамып жатырық, достар, дамып жатырық. Это очень хорошо. Бір-бірін көрмей үшін бүйтіп қоямыз, чтобы бір-біріне мешать болмайды да сонда. Так, мынау пока что ғой біздің достар, ойласаңыздаршы, еще пока что бізде уже мынандай даму болып жатыр. Қалай біздің компьютер клубқа келмейді, білмеймін, ойын сатып аламын, уже мықты болады сонымен. Мына жерде ұрлықшылар жүреді, айтпақшы, витамин ұру керек та, оларды сразу тек тұмсықтан тек пер жіберу керек қой. 15 холодно дейді, нормально. Пока кондер емес, значит, бізге көлеңкелеп тұр қой. Так, ойын сатып алайық десек, қасқа 18 долларымыз бар. Мынау безограничено. Значит, бізде біраз ақшта ойын деп тұр қой. Уже жақсы. Так, бизнесті жақсы дамытып атқан сияқтымыз. Негіз жаман емес пока что. Мұнары келсе бір нәйсет қарай береді екен бір. Наяққа қоя тұрайынша, брат. Опа. Ақша бермей қашу жоғынан есче витамин. В смысле, бейбина? Ақ келін. Мен түсінбеймін, бір ударға қалай отключаться етеміз, Так, но $81 уже. $82 ақ келеді бізге. Уже, прикиньте, скоро біз нен компьютер көп жасаймыз сол кезде. Цаца болады компьютер көбіміз. Дальше уже интернет-кафе қылып жібереміз ғой. $100 дейін апарайын деп тұр ма? Жоқ, $93. Нормально. Қашпай-ақ қойшы только, пожалуйста. Опа, $93. Бізде уже байып жатыр жайлап, достар. Бір күнде $93 деген ол өте жақсы көрсеткіш менің ойым бойынша енді. Нана. Түсінің ба? Келесте келмейтін бол мен компьютер көбіма. Демалып жүрем ғой осылай. Хопа. Бізде $221. Моя задница замерзла дейді. Күн салқын ба не далада? Соншалықты. Салқын емес сияқты ғой. Так, біздің бірінші бөлім. Достар, неде болса бірінші бөлімді біздер осылай бітірейік. Осы екі адам соңғы содан кейін біз интернет кафеміз жауып, үйге демалатындай болайық. Келесі бөлімде мына жерде сіздер қаншама компьютерлер көресіздер. Келесі бөлімде қаншама рет біздер дамытамыз мынаның ішін. Сондықтан міндетті түрде қазірден бастап лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше міндетті түрде колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.